Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, көрермендер. Сабақтың тақырыбы жасанды интеллект көмегімен қызықты мультфильм жасау. Сәлем достар, менің Робо. Бүгін біз жасанды интеллекттің құпия әлеміне саяхат жасаймыз. Жасанды интеллект деген не өзі? Ол біз сияқты ойлай ала ма? Айна, сұрағың тамаша. Жасанды интеллекттік адамның ойлау, үйрену, шешім қабылдау сияқты қабілеттері. Компьютерлер немесе бағдарламалық жүйе арқылы модельдеу. Ол қалай үйренеді? Мектепке бара ма, әлде үйде оқи ма? Жақсы сұрақ. Жиі көп ақпаратты оқиды. Кітаптар, суреттер, дыбыстар. Сосын оларды салыстырып үйренеді. Сонда сен кітап оқисың ба? Иә. Мысалы, мен ChatGPT арқылы мәтіндерді оқып, жауап беруді үйрендім. Жиі құралдары өмірде көп қолданылады. ChatGPT-ің сұрақтарға жауап береді. Canva-ың суретпен дизайн жасайды. Synthesia-ың мұғалімнің аватарын сөйлетеді. Керемет! Бұл шығармашылық жиі қолдану тәсілі. Ал енді, сендер өздерің жиымен жұмыс істеп көріңдер. Тапсырма! ChatGPT-ге сұрақ қойыңдар. Мен жиымен мультфильм жасаймын. Жарайсың, Айна. Болашағың сендердің қолдарыңда. Қазір бәріміз жасанды интеллект арқылы мультфильм жасауды үйренеміз. Мультфильмді жасау үшін Google-ға кіреміз, іздеуге жазамыз Veo 3 деп. Бізге шықты бірінші Google DeepMind 3.1 деген версия шықты. Соны басамыз. Try in Gemini және Try in Flow деген батырма шықты. Біз Try in Flow'ды басамыз. Осы жерде біз Create with Flow деген кнопканы басамыз. Осы жерде ескертіп айтып өтейін. Әркім бұл жерде өзінің Google аккаунтымен кіру керек, тіркелу керек. Мен енді бұл жерде тіркелген болғандықтан мен ары қарай жалғастыра беремін. Сайтқа тіркелген соң сіздерге 100 бонус беріледі. Сол 100 бонус деген бір видео 8 секундтан, сонда 20 бонус кетеді бір видеоға. Сонда сіздерде бір 5 видео жасай аласыздар ғой 100 бонуспенен. Ары қарай создать батырмасын басамыз. Міне осындай бізге шығады. Мына жерде бізде видео по описанию, видео по кадрам, видео по образцам, создать изображение дегендермен шығып тұр. Осының ішінде біз қазір жасаймыз видео по образцам дегенді басамыз. Міне осы жерде мен өзім бір дайындап қойған суретім бардында, соны загрузить деген батырманы басып, сол суретті жүктеп аламыз. Міне кодировать и сохранить деп басамыз. Міне осылай сөйтіп екінші фотоны да жүктеуге болады. Мына суреттен мына суретке өтсін деген мақсатта екі сурет жүктеп жатырмын. Енді ары қарай Google-ға кіреміз, Copilot деп жазамыз. Copilot деген бағдарлама бұл ChatGPT-дің екінші түрі, тура ChatGPT-дің қызметін атқарады. Тегін түрі бұл, сондықтан осыны пайдаланамын Copilot-та. Copilot-қа жазамыз ата, өлең, ата, домбырамен өлең айтып отыр дегенде бізге ағылшынша аударып берді. Өткенде Veo 3 қазақшаны қабылдамайды, тек қана ағылшынша тілде қабылдайды. Сондықтан осы сөзді ағылшыншаға аударып аламыз да Veo 3-ке қоямын. Міне аударылды. Енді осыны копировать етіп Veo 3-ке апарып қоямын қазір. Міне Veo 3-ке келдім, ставить еттім. Содан кейін ата өлең айтып отырады. Осы өлеңге бір Абайдың 4 жол өлеңін ставить етіп қоямын. Содан кейін запустить батырмасын басамын. Бізге Veo 3 қазір осы өлеңнен, жаңағы суретпенен бізге мультик жасап береді. Міне біздің мультигіміз дайын болды. Енді міне жоғары жағында скачать деген батырма тұр. Соны басып өзімізге жүктеп алайық. Мына жерге жүктелді. Енді осыны тыңдап көрейік. Загрузка жүріп жатыр. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Міне, мультфильм жасаудың бір түрімен таныстыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.